Сейілдің әні. Иә, ол кезде қазіргідей қалағаныңды телефоннан тауып алатындай мүмкіндік жоқ еді. Аяғанып Сейіл ағамыз орындайтын таң самалы әні жазылған кассетаны қаладағы біреуден тыңдауға сұрап алып, екінші біреудің ән жазатын магнитофонымен әзер дегенде көшіртіп, қар қаралының қиырындағы салтанатыма қалааралық телефон арқылы аптасына, айына бір рет тыңдата алсам, кеудемді ғажап бір шаттық кернеуші еді. Сейілдің әні мен тыңдар, Сейілдің әні сен тыңдар, сергек қып жанды гүл етер, сағынышымызды өдетер, сәт сайын тулап толқындар. Сейілдің салған сырлы әні, сейілтіп демден аланы, сүйіктім саған жолыққан, сарғайған аңсап даланы, сапарға шыққан күнесте, сандалтқан тастап қаланы. Сүйсініп сұлу дүниеге, сол әнді айттық тауда да, серттесіп қайттым өзіңмен, сөндірмей отты лаулаған. Сәулем-ау, бізге сол бір ән, сыйлайтын шаттық тосыннан, самалын таңның сезушем, сағына жеткен қошыңнан. Сағынып, аңсап үздіккен сезіміміздің қорғаны, сый, ғажап біздің тағдырда Сейілдің әні болғаны. Сиқырлы әннің серісі, сазына үндес жыр жақұт, сәніндей болған сахнаның, Сейілді тыңдау шын бақыт. Сейілдің әні естілсе, сергіпті кетер күндер ай, сүйікті әнді бір шырқар, сәттердің келмей жүрген ай. Сағат та жетер, біз күткен, серуен құрар Сейіл деп, сынаптай сусыр уақыт, сырғымас екен кейінге. Сәттібайжан, Алла разы болсын, ғажап жазған екен, өмір түрі екен. Бір отбасының өмір түрі, бір ақынның өмір түрі. Алла разы болсын сіздерге, рахмет. Қазір арнайы айтық, мен оқыған жоқпын, бана арыз жүрдім ғой. Рахмет, Алла разы болсын Сұлтанға, сіздерге рахмет. Ақындарыма рахмет. Қаншама ақындар өлең жазып отыр ғой. Солардың бәрін қалай қайтарым? Масқара ғой, масқара. Алла разы болсын.